бірінші наурыздан бастап бізге қазір қалада өздеріңіз көріп тұрсыздар. 800 осыған дейін болмаған оқиға 800 кубтай қар шығарылды қазір таңда. 800 мың куб қар шығарылды. Қазір бізде 5 аймағымыз бар, қар шығаратын. Соның уже 3-і деген толып қардан толды. Біз қазір Қазақстанда уже басқа жерге уже қар шығаратын карьерлер іздеп жатыр. Жұмыстанып жатыр. Бұл біріншіден. Сонда екіншіден қазір өздеріңіз білесіздер, қала үлкен. Ғана жұлдыз бар. Шағын аудан. ПДП дейміз оны. ПДП-ға дейміз. Қала кенті, Лачканский кенті бар, Кругозерный бар, Сергейково. Сол қазіргі таңда сол жерлерге өздері білесіздер, уже күн жылып кетті. Өздері бірінші білесіздер, жылу болады. Алдағы уақытта соған байланысты біздер арықтар тазалау керек, өздері білесіздер. Бүкіл көше қарадан толып тұр қазір. Соны біздер шығарып жатырмыз әр аймақта. 35 аймақ бар өзі. Сол 30 аймақтан суға қауіпті бар дейтін жерлерге біздер анализ жасап отырмыз. Мамандар бар, арнайы қарайтын. Сол бағытта жұмыстар жүргізіп жатыр. Қалаға жұмысшылар жетпегендіктен біздер іштегі жұмысшыларды қосымша қосып жатыр қалаларға. Мекен жайы бойынша. Например, мысалы ретінде айтайын, мен мысалы Зачаганск кентінде тұрсам, сол аймақта бригада бар, сол жақта топ бар. Сол топта сол жақта жұмыс жасайды. Өзінің аймағында. Жүргізуші, көлік жүргізуші, іштегі слесарь бар, техника болмайды. Соны қосымша мен қосып жатыр. Ол бірінші. Екіншіден, жалақысы солай қалады. Мүлдем өзгермейді. Жалаққа қосымша премия дейміз, 10% премия қосып отыр. Қосымша. 10% қосымша премия қосып отыр. Қосымша жоспарлап отырып, өзіңіз айтып отырмын, тағы да айтайын, қосымша тағы жұмыс скилдер алайын отыр. Қосымша 200-ге тауып, келем деген кісіге 200 шақта қосымша жұмыс алғымыз келіп тұр. Қазір 40%, шамамен 45% артық қала бойынша тазаланды. Әлі өзіңіз білесіз, 40%, 60% тазалау керек. Біз үлгермейміз. Күн уже жылып кетті. Сондықтан осындай шешім алдық, бүкіл халық. Жалғыз ол кісілер емес, етенде етатын, басқа да істеп отырған кісілер бәрі менен бастап, директорден бастап бәрі соған жұмыламыз. Ертең бізде сенбілік ұйымдастырып отыр қалалық. Студенттер бар, солдаттар бар. Бәрі соған жүгіреміз. Қазір қанша адам жұмыс істеп жатыр? Күні түні жасайды. Екі ауысымда тоқтаусыз. 33 бригада. Осы күні осындай оқиға болып көрген жоқ осы. Қалада білесіздер, өздеріңіз көріп өтсіздер. Техника бойынша мүлдем бұрында 35-40 техника жұмыс. Қазір өзіміз 300-ге там техника жұмыс. Барлығы ғана. Екі ауысымыздан істеген қосқанда 300-ден астам техника көліктер жүргізіп отыр қала бойынша. Қанша қызметкерді уақытша жұмысқа ауыстырып отырсыз қазір? Қазір 40-тан астам жұмыс келеді. Содан поэтапно еще минимум бастап. Тағы да бригадалар қосымша осыны істеп отырған. Минимум бастап бәрін қосымша сол қарашуға жұмылдырамыз. Еще бана айтып отырмын, тағы да айтып кетейін. Тағы да біздер қазір газетке, телевидениеға объявление бердік. Қосымша жұмысшылар аламыз. Бүгін түсініспеушіліктен туындаған жағдай болып тұр ғой, иә? Түсініспеушілік дұрыс тұрғанда жеткіздік, түсіндім. Әркім ешкім уақытша ауа райының байланысты. Бізде ауа райы бітеді, жұмыс орындары сақталады. Әркім өз жұмысын атқарады. Сосын бұрынғы жұмыс орындарына сақталады, жұмыс жасайды.